Енді гүлдің жапырағын жасау. Ол үшін біз жасыл түсті тілшені аламыз. Сөйтіп бір бүктеп біріктіреміз. Мінекей өздерің көріп отырғандай. Сөйтіп қарама-қарсы уақытта дәл сондай көлемде тағы да біріктіріп, бір-біріне жабыстырамыз. Мінекей бантик сияқты көрдіңдер ғой. Енді осыны келесін одан үлкендеу көлемде қарама-қарсы бағытта жапырақтың күлтелерін үлкейте отырып желімдейміз. Мінекей өздерің көріп отырғандай. Сонда бізде мынадай гүлдің жапырағының дайындаймыз. Сөйтіп оны осының дәл ортасынан бүктейміз. Сөйтіп бір-бірінің қарама-қарсы бағытта мына жерден желімдейміз. Желімдеген кезде бізде мынадай гүлдің жапырағы шығады. Осындай жапырақшаны біз бірнеше данасын дайындап аламыз. Өйткені гүлде жапырақ өте көп болады.